Сәлем достар, лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ер мен әйелдің жеті айырмашылығы. Кейде адамдар бір-бірімен түсінісе алмай жатады. Әрине оған себеп біздің түрлі жаратылыс иесі болуымызда екенін жақсы білеміз. Алайда ер мен әйелдің арасындағы айырмашылық тек физиологиялық деңгейде ғана емес, тіпті нейрондық іргетасынан бастау алатын гендерлік ерекшеліктер де бар екен. Бірінші, ми. Дат ғалымы Берт Паккенберг зерттеуіне сүйенсек, ер адам миындағы жасуша саны 4 миллионға артық екен. Бірақ арнайы бақылау бойынша әйелдер оларға қарағанда 3%-ға жоғары нәтиже көрсетеді екен. Бұл қорытындыға себеп болып отырған оң және сол жақ ми жартышарларын байланыстырушы қабат болып шықты. Бұл қабат ерлерге қарағанда нәзік жандыларда қалыңырақ келіп, байланысты 30%-ға көбірек жүзеге асырады. Жалпы ер адамның миы бірнеше шағын бөлшектерге бөлінген. Ол бір нәрсеге назарын толыққанды аудару арқылы жақсы нәтиже көрсететін болса, әйел адам бірнеше істі бір уақытта игеруге қауқарлы. Екінші, сөйлеу қабілеті. Сөйлеу қабілетіне ерлер миының сол жақ жарты шарындағы орталық жауап берсе, әйелдерде мұндай орталық екі жарты шарда да болады. Ер адамның сөзі терминдер мен сөздерге толы болады, ал әйел затының сөйлеуі эмоциялық көңіл күйге негізделеді екен. Сөйлесу арқылы байланыс орнату әдетте әйелдерге тән қабілет. Сол себепті олардан жақсы қорғаушы, мұғалім және тәрбиеші шығады. Күніне әйел аузынан шығатын 8.000 сөзінің 3.000-ға жуығы дыбыстар. Олар сондай-ақ 10.000 бейвербалды белгілерді қолданады. Ерлер аузынан 4.000 сөз шықса, олардың 2.000-і дыбыс және 3.000-і қол қимылын қолданады. Әдетте әйел қасындағы адаммен сөйлесе, ерлер өз-өзімен сөйлеседі. Үшінші, кеңістікті бағдарлау қабілеті. Әйелдердің көп бөлігін осал тұсы кеңістікті бағдарлау қабілетінің нашарлығы. Осыны тексеру мақсатында лабиринтте жүргізілген тәжірибе бойынша ерлер 92%, ал әйелдер тек 8% нәтиже көрсетті. Мысалы, көлікті тротуарға параллель әрі жақын қою 82% еркектің қолынан келеді. Соның ішінде 71%-ға бірінші талпыныстан-ақ. Әйелдердің 22% ғана көлікті тұраққа дұрыс қойғанмен, бұл бірнеше талпыныс нәтижесінде ғана жүзеге асады. Төртінші, көру қабілеті. Адамның көз қарашығында шамамен 7 миллион рецептор орналасқан. Олар түстерді ажырату қабілетіне X хромосома негізінде жауап береді. Ал әйелдерде бұл хромосома 2. Соған сәйкес олардың түс ажырату қабілеті де жоғары. Әңгіме барысында олар теңіз толқынының түсі, құм түс, ашық қызғылт деген сөздерді қолданады. Ерлер болса нақты қызыл, сары, жасыл деп қана айтады. Бірақ шыны керек, ұлы суретшілер қатарында әйел заты аз кездеседі. Олардың периферийлік көз көру қабілеті дамыған. Кейбіреуінде бұл қасиет 180 градусты қамтиды. Сондықтан әйелдер басын бұрмай-ақ жанында не болып жатқанын көре алады. Ерлер болса тек алдындағысын көреді. Осы көру аймағының тарлығынан ерлер көп көлік апатына ұшырап, кейбір жанында тұрған нәрселерді таба алмай жатады. Бірақ олар қараңғыда анық көрумен қоса, белгілі бір затқа дейінгі нақты қашықтықты сезе алады. Бесінші, есту қабілеті. Әйелдер жиілігі жоғары дыбыстарды жақсырақ аңғарады. Туғанына 1 апта болған қыз анасының дыбыстағанын естиді екен. Әйелдер дыбыстық өзгерістерді ажырата алатын себепті адамның алдап тұрғанын сезіп қояды. Әйелдер дыбысты естісе, ерлер бағытты естуге қабілетті келеді. Сол себепті шыққан дыбысты алдымен әйел естиді, ал ер адам оның қай бағыттан шыққанын дәл табады. Алтыншы, сезім түйсігі. Әйелдің терісі ерлерге қарағанда 10 есе сезімтал келеді. Ағылшын ғалымдардың зерттеуінше, ең сезімтал деген ер адамның өзі сезімталдығы ең төмен деген әйелдің қабілетіне жете алмайды екен. Өйткені еркек атаулының терісі қалың келеді. Олар жұмыс істеген кезде сезім түйсігі мүлдем нашарлап кетеді де, олар ауыртпашылық сезбейді. Жетінші, дәм мен иіс сезу қабілеті. Ерлер ащы мен тұзды дәмді жақсы сезеді. Олардың сыраны сүйетіндігінің себебі де осыда. Әйелдер болса тәттіні сезгіш келеді. Сондықтан болса керек, шоколад сүйгіштер қатарында әйелдер саны басым. Иіс сезу қабілеті бойынша әйелге тең келер жаратылыс иесі жоқ. Ғалымдардың зерттеуінше, оларға иісті сезу үшін 3 секунд жеткілікті екен. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар.